Қисса Сүләмбия кітабынан Дәуіт пен Әзірейіл. Бірде Дәуіт пен Әзірейіл періште сұхбаттасып отырғанда, олардың үстіне Дәуіттен қарыз сұрап бір жігіт кіріп келеді. Дәуіт оған ақша береді. Ол кеткен соң жан алушы періште: «Ей Дәуіт, мына жігітке қарыз беріп жатырсың, Құдайдың әмірімен жігіттің жанын 7 күннен кейін соң аламын. Ол пақыр ажалынан бейхабар, ақыретпен ісі жоқ, сауда жасаймын деп сенен қарыз алып жатыр», дейді. Арада 2 апта өткен соң жігіт Дәуітке қарызын қайтарады. Пайғамбар оның тірі жүргенін көріп Әзірейілден: «Мына жігіт сау-саламат әлі жүр ғой?» деп сұрайды. Сонда Әзірейіл: «Жоқ Дәуіт, жігіттің ажалы толып еді. Сенің үйіңнен шығып бара жатып ол жолда қайыршы жетім баланы көрді. Оған мейірімі түсіп, қолындағы бар ақшасын бере салды. Жетім қуанып: аға, Алла ұзақ ғұмыр берсін деп тіледі. Тілегі қабыл болып, Тәңірім оның ғұмырын ұзартты, несібесін көбейтті» депті. Садақа бәлені жояды деген нақыл сөз осыдан қалған екен.